Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген. Әдеттегідей Неке KZ медиа порталының апталық жұмысына шолуды бастаймын. Дүйсенбіде сайтымызда 50-ге жуық ақпарат сараптамалық материалдар жарияланды. Соның ішіндегі ең өзектісін айтайын. Жалпы жаһандық бақтың өзі көп жазған, айтқан, талқылаған, көрсеткен тақырып ол Нобель сыйлығының тағайындалуы. Соның ішінде медицина мен физиологиядан 2020 жылғы Нобель сыйлығы бір топ вирусологқа берілді. Сіздер енді ойлауыңыз әбден мүмкін. 2019-20 жыл ол әлемде коронавирустан кейін тарағаны. Осы себепті вирусологтар алдыңғы қатарға шықты деп. Әйтсе де олай емес. Бұл вирусологтар 1989 жылғы с гепатитінің А және Б-ға ұқсамайтындығын жаңалық ретінде ойлап тапқан. Сол себепті де қазір сізбен біздің арамызда миллиондаған адам сау сәлемат жүр. Осы және өзгеде өзекті ақпараттар, қызықты материалдар, тың тақырыптар неге.kz сайтында. 2021 жылы Қазақстанда тұрғын үй бағасы күрт қымбаттайды. 720 мыңға жуық адам тұрғын үй алу үшін зейнетақы жинағындағы 1 триллионға жуық ақшасын келер жылы шешіп алады. Мамандар оның түгелділігі баспаналарға жұмсалады деп болжап отыр. Демек, Қазақстанда тұрғын үй нарығында 2005 жылда ажиотаж болуы әбден мүмкін. Неге KZ есебінше келер жыл азаматтар зейнетақы жинағынан 1,2 триллион теңгесін шешіп алса, оның 800 миллионын баспана алуға жұмсамақ. Яғни тең жартысын осы уақытқа дейін алынған ипотекаларды мерзімінен бұрын жабуға жұмсалса, қалған 400-і жаңа үй сатып алу үшін жұмсалуы әбден мүмкін. Қазақстанда тұрғын үй бағасы күрт қымбаттауы мүмкін бе? Аталған тақырыпта тілшіміз зерттеп көрген еді. Егер қызықтыратын болса, алтынмен атталған баспана атты мақаланы оқып көріңіз. Қазақстанда 593 мың құс тұмаудан қырылды. Бұл жайында ауыл шаруашылық министрі Сапархан Омаров мәлімдеді. Оның 308 мың құс фабрикаларына, қалғаны жеке шаруашылыққа тиесілі. Қазір арнайы комиссия құрылып, шығынды есептеп жатыр. Соған орай өтемақы да төленеді. Жалпы сәрсенбіде осы тектес қызықты материалдардың дені ел айдарында жарияланды, кіріп оқып көріңіз. Бейсенбіде отандық бақта ең көп талқыланған тақырып денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың мәлімдемесі. Цой коронавирус инфекциясының дамуының 3 түрлі сценарийін атады. Оның алғашқысы адамдар әлеуметтік арақашықтықпен маска тағу режимін 100% сақтайтын болса, онда ешқандай карантин енгізілмейді. Қазан айының қаңтар айына дейінгі ауырған адамдардың саны 40 мың болуы және ауруханаға жатқызылғандар 10 мыңға жетуі әбден мүмкін. Ал екінші жағдайда 70%-ға әлеуметтік арақашықтықпен маска тағу режимін төмендеткен кезде ауырған адамдардың саны 90 мыңнан асып жығылып, ауруханаға жатқызылғандары 30 мыңға жетеді. Мұндай жағдайда біз қаңтар айынан кейін карантин енгіземіз деді. Ал үшінші жағдай енді ол 60%-ға төмендетілгеннің өзінде ауырған адамдардың саны 190 мыңнан асып кетеді екен. Ал ауруханаға жатқызылғандары 65 мыңға жетеді. Мұндай жағдайда желтоқсан айының ортасында қатаң карантин енгізуі әбден мүмкін. Аптаны қорытындылассақ, жалпы жуырда өмірімізге жаңа валюта енуі әбден мүмкін. ақш қағаз долларды алмастыратын жаңа сандық валюта дайындап жатқанға ұқсайды. Ақ үйдің бұл бастамасын дүниежүзілік банк пен халықаралық валюта қоры да қолдап отыр. Өйткені пандемия кезінде қағаз ақшалар инфекция вирус таратуы әбден мүмкін. Демек, болашақта осы қағаз тиын ақшаларға тыйым салынуы әбден мүмкін. Осымен апталық шолуды тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.